Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай екі қоңыраулы шашбау жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта неше түрлі видео сабақтар салатын боламын. Осы жасалу жолына қарап өздеріңіздің идеяларыңызбен бір қоңыраулы немесе екі қоңыраулы шашбау жасап үйренсеңіздер болады. Ол үшін ең алдымен бізге осындай екі қоңырау қажет болады, және шынжыр, осындай шеге және кольцо, хрусталь моншақтар қажет болады. Қысқыш міндетті түрде олсыз жұмысымыз жүрмейді. Ең алдымен осы екі қоңырауымызды бір-біріне, екі қоңыраулы шашбау жасау үшін бір-біріне жалғауымыз қажет. Бір қоңыраудың төбесін қысқыштың көмегімен екі жерден тесіп аламыз. Және де бір шегені сол екі аралықтан өткізіп, шегені жақсылап орнатып аламыз. Өзімізге ұнаған ұзындықта шынжырымызды қиып аламыз. Оны кольцоның көмегімен жаңаға орнатқан шегемізге жалғайтын боламыз. Бір қоңыраулы шашбау жасасаңыздар, бұлай жасаудың қажеті жоқ, бірден жұмысты бастап кетесіздер. Бұл бізге екі қоңыраулы шашбау үшін қажет болады. Жақсылап мықтап орнатып аласыздар, түсіп кетпейтіндей қылып. Екінші ұшын кольцоның көмегімен екінші қоңыраушаға жалғайтын боламыз. Міне, дайын болды. Енді шашбауымызға қоңыраушадағы тесіктеріне байланысты өзімізге ұнаған ұзындықта мен 12 штук шынжырдан есептеп алдым. Барлығын есептеп, бірдей етіп санап, қиып дайындап қойдым. Барлығын кольцоның, кішкене майда кольцоның көмегімен қоңыраушамыздың көзіне іліп шығаратын боламыз. Арасына көздерін тастамай, бір тегіс етіп ілсеңіздер, әдемі көрінеді. Егер көздерін тастайтын болсаңыздар, онда шашбауымыз әдемі көрінбей қалады. Барлық шынжырды екі қоңыраушаға да осылай іліп дайындап аламыз. Міне үстіңгі жағы болды. Астыңғы жағында мен іліп дайындап алдым. Енді шегеміздің көмегімен үстіңгі жағына домалақ хрустальды астыңғы қоңыраушаға капля, тамшы тәріздес хрусталь моншақтарды ілетін боламыз. Бағанағы ілген барлық шынжырларымыздың бастарына дәл осылай шегеден өткізіп, артық шегені қиып тастаймыз. Қалғанын майыстырып, жақсылап шашқа ілінбейтіндей етіп, қайта моншақтың ішіне кіргізіп жіберетін боламыз. Егер бір қоңыраушалы шашбау жасайтын болсаңыздар,
тек капля моншақтың өзінен жасасаңыздар болады. Мен қатты ауыр болып кетпеу үшін жоғарғы жағына айда домалақ моншақтар қостым. Міне, шашбауымыз дайын. Енді жоғарғы жағына үлкен кольцоны ілеміз. Үлкен қалың кольцоны іліп алып, соған өзімізге керек түсті лентамызды, шашқа қадайтын лентамызды байлайтын боламыз. Міне, шашбауымыз дайын болды. Осы әдіспен кез келген шашбау түрін жасап үйренсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.